Сәлеметсіздер ме, қадірменді көрермен, бүгін шілденің 6-сы, және біз сіздермен бірге қаржы нарықтарында болып жатқан жағдайларға шолу жасайтын боламыз. Әдеттегідей, евро-доллар жұбы ұлыбританиялық фунт пен доллар, жапониялық иена мен доллар, канадалық доллар мен Америка құрама штаттары валютасы WTI маркалы мұнайы және алтынның жағдайын талдайтын боламыз. Апта бойы осы активтердің бағасына әсер ететін негізгі макроэкономикалық және геосаяси факторларды қарастырып трейдерлердің жалпы назар аударуы тиіс маңызды оқиғаларға тоқталатын боламыз. Біз көріп отқандай, мінекей күнтізбе экрандарымызда, және дәл осы күнтізбеге сәйкес ең басты жаңалықтар Еуропа аймағынан және онымен қатар Америка құрама штаттарынан бізге келіп жатқаны мәлім. Және дәл осы орайда әрмен қарай біздің тақырыптарға көшетін болсақ, жалпы нарықтық ахуалға тоқталатын болсақ, қазіргі таңда басты назар жалпы Америка құрама штаттары долларына аударылғаны біз үшін тосынсый емес. Және ақш еңбек нарығы бойынша жарияланған әлсіз статистикадан кейін инвесторлар федералдық резервтік жүйесінің алдағы ақша несие саясатына қатысты күтулерін қайта қарастыра бастады. Нәтижесінде ФРЖ-ның жұмсақ саясатқа көшу ықтималдығы арта түсті. Бұл долларға қысым көрсеткенімен оның ұзақ мерзімді төмендеу үрдісі басталды деп айтуға әлі ерте. Сонымен қатар нарық қатысушылары ФРЖ соңғы отырысының хаттамасының және ақш экономикасы бойынша жаңа макроэкономикалық деректерді мұқият бақылап жатыр. Геосаяси тұрғыдан да белгісіздік сақталуда. Біріншіден, таяу шығыстағы жағдай әлі де өте күрделі. Ормұз бұғасы арқылы мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылық біршама төмендегеніне қарамастан, тәуекелдер толық жойылған жоқ екенін айта кету қажет. Сондықтан энергетикалық нарық кез келген жаңалыққа өте сезімтал болып жатыр. Ал екіншіден болса, инвесторлар әлемдегі жетекші экономикалар арасындағы сауда қатыстары мен жаһандық экономиканың даму перспективаларын бақылауды жалғастыруда. Бұл өз кезегінде валютаға және шикізат нарықтарына өз ықпалын тигізетіні сөзсіз анық. Әрмен қарай енді валюталық жұптарға көшетін болсақ, қадірменді көрермен, алдымен еуро-доллар жұбымен бастайтын боламыз. Және еуро-доллар жұбына қатысты айта кететін ақпараттар бар. Қарама-қарсы бағыттағы екі негізгі фактор бұл жұпқа жалпы өзінің әсерін тигізуде. Bir жағынан ақштағы әлсіз макроэкономикалық көрсеткіштер долларды әлсір етіп жатыр, еуроға, яғни қолдау көрсетіп дегендей. Ал екінші жағынан еуро аймақ экономикасына өсімін баяулауы байқалды. Экономикасында жалпы, айта кететін болсақ, өндірістік сектор әлсіз күйінде қалып жатыр. Ал Еуропалық орталық банк әзірге ақша несие саясатын қатаңдатуға жеткілікті негіз көріп отырған жоқ. Техникалық тұрғыдан айта кететін болсақ, жұп төмендеу трендіне жалпы көздеп жатқанын айта кету қажет. Баға негізгі қарсылық деңгейлерінен төмен саудаласқандықтан жоғары қозғалыстар жалпы әзірге тек түзету ретінде қарастырылуда. Осы аптада инвесторлар еуроаймақтың өнеркәсіптік өндірісі және бөлшек сауда көрсеткіштеріне, сондай ақштың қызмет көрсету секторындағы ISM индексіне ерекше назарын аударатын болмақ. Сондықтан дәл осы жалпы төмен динамика әрмен қарай сақтала береді деген ой пікірлер бізде бар екенін айта кету қажет. Ал әрмен қарай болса, ұлыбританиялық фунт және доллар арасындағы жағдайды айта кету қажет. Британ фунты еуромен салыстырғанда біршама тұрақты көрінуде. Бұған Англия банкінің инфляция тәуекелдеріне қатысты сақтық ұстанымы себеп болып отырғанын айта кету қажет. Соған қарамастан, Ұлыбританиядағы экономикалық өсімнің баяулауы және ішкі саяси белгісіздік фунттың айтарлықтай нығаюына кедергі келтіруде. Егер ақштың жаңа экономикалық көрсеткіштері күткеннен әлсіз болса, фунт қосымша қолдау алуы мүмкін. Алайда техникалық көрініс әзірге бейтарап немесе әлсіз бағытта қалып жатқанын айта кету қажет. Әрмен қарай біз көшетін тақырып ол жапониялық иена. Доллар иена жұбы қазіргі таңда ең қызықты валюталар жұптарының бірі болып қалуда. Бұған жалпы басты факторлардың бірі ақш пен Жапония арасындағы мемлекеттік облигациялардың кірістілігінің айырмашылығы. ақштағы әлсіз статистика жарияланғаннан кейін америкалық облигациялар кірістілігі төмендеп, Жапон иенасына қолдау
көрсетті. Сонымен қатар Жапония билігі ұлттық валютаның шамадан тыс әлсіреуіне жол бермеуге дайын екенін өте көп рет мәлімдеді. Жалпы мамыр айында да, маусым айында да біз оны айтып өттік. Сондықтан доллардың күрт қымбаттауы жағдайында Жапония тарапынан валюталық интервенциялар орын алуы мүмкін екенін тағы да қайталап өтетін боламыз. Канадалық доллар және америкалық доллар ырғыбына тоқталатын болсақ, канадалық доллар әзірге қысым астында қалып жатыр. Оған негізгі себептерінің бірі мұнай бағасының төмендеуі. Сонымен қатар инвесторлар Канада банкінің ақша несие саясатына қатысты сақтық танытып отыр. Алдағы күндері жарияланатын Канада банкінің іскерлік белсенділікке қатысты есебі мен еңбек нарығы көрсеткіштері осы валюта жыбының қозғалысына елеулі жалпы әсерін тигізуі мүмкін. Егер мұнай бағасы төмендей берсе, Америка құрама штаттары доллары және канадалық валюталаның жалпы жұбы өсу мүмкіндігін сақтайтынын айта кету қажет. Ал егер мұнай бағасы сәйкесінше қалпына келсе, жалпы бұл канадалық долларға өзінің көмегін тигізеді. Қысқа мерзімді перспективаларды айта кететін болсақ, әрмен қарай біз тоқталатын тақырып ол әрине де WTI маркалы мұнайы. WTI маркалы мұнайы жалпы бұның бағасы екі негізгі фактор оған әсерін тигізуде, және ол екі фактор қарама қарсы екенін айта кету қажет. Оның біріншісі таяу шығыстағы геосаяси тәуекелдердің аздап төмендеуіне байланысты геосаяси сыйақының қысқаруы, ал екіншісі болса ОПЕК плюс елдерінің өндірісті арттыру мүмкіндігі. Бұл әлемдік ұсыныстың өсуіне қатысты алаңдаушылықтар болжамдарды күшейтуде. Сонымен қатар нарық Қытай мен Еуропадағы мұнайға деген сұраныс перспективаларын бағалауды да жалғастыруда. Қазіргі таңда мұнай нарығына фундаменталды тұрғыдан бейтарап немесе әлсіз төмендеу көңіл күйі басым екенін айта кету қажет. Дегенмен кез келген күтпеген геосаяси оқиға бағаның күрт өзгертуіне себеп болуы мүмкін екенін үнемі ұмытпау қажет. Және соңғы біз талқылайтын тақырып ол әрине де доллар мен алтынның жұбы екенін айта кетейік. Алтын бұрынғыдай қорғаныс активі ретінде сұранысқа ие болып жатыр, және ақш долларының әлсіреуі және америкалық облигациялар кірістілігінің төмендеуі алтын бағасын қолдап отыр. Бұдан бөлек геосаяси тәуекелдердің сақталуы және әлемнің көптеген орталық банктерінің алтын сатып алуды жалғастыруы да бағалы металға сұранысты арттыруда. Алдағы уақытта алтын бағасының бағыты негізінен федералдық резервтік жүйесі өкілдерінің мәлімдемелеріне байланысты болатынын айта кету қажет. Егер нарық ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерін көтеру циклын аяқтады деген пікірге толық сенсе, алтын бағасының өсуі жалғастыруын мүмкін. Ал егер реттеуші қатаң риториканы сақтайтын болса, бұл алтын бағасының өсуін уақытша шектеуі әбден ықтимал. Әзірге мінекей осындай жағдайлар бізде нарықта болып жатқанын айта кетейік достар. 6 шілде күні жағдай әзірге осындай, және біз қысқа мерзім барысында сіздерге тағы да басқа қаржылық брифингпен қайта оралатын боламыз. Сондықтан форекс жаңалықтарын жібере алмайтын дейміз. Десеңіздер, міндетті түрде біздің YouTube, Telegram, Instagram парақшаларымызға жазылып кетіп, хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Сондықтан келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыздар.